Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін помидоры по-корейски салатын дайындаймын. Ол үшін бізге қызанақ қажет болады. Мен қызанақ 4-ке бөлемін. Егер сіздерде кішкентай қызанақ болса, 2-ге бөлуге болады. Содан кейін тәтті бұрыш қажет болады. Яғни болгар бұрышында видеода көрсетілгендей тураймыз. Мен осындай түрлі түстісін алдым. Негізі кез келген тәтті бұрыш бола береді. Және ащы бұрыш пен чеснок қажет болады. Чеснок, ащы бұрыш және тәтті бұрышты ұсақтап тураймыз. Егер сіздерде ұсақтағыш болмаса, онда ет тартқышпен ұсақтап турасаңыздар болады. Бұл бізде соусы болады, яғни біз қазір қызанаққа жақсылап араластыратын боламыз осы соусты. Ыдысқа саламын ұсақтағаннан кейін, және қалған тәтті бұрышты ұсақтап тураймын. Мен барлығын ұсақтап турағаннан кейін ыдысқа салып, туралған көкөністерді жақсылап араластырамыз. Содан кейін алмалы уксус аламыз. Алмалы уксус бізге 100 мл қажет болады. Мен өлшеп қоямын. Барлық қажетті заттарды осы видеоның төмен жағына жазып қоямын. Және қазір қант, тұз, сүйкмай қосамыз. Алмалы уксус, петрушка мен укропты қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни бұл бізде салаттың соусы. Жақсылап араластырып, үлкен ыдысқа қызанақты саластыр және үстіне осы дайын соусты құйып, жақсылап араластырасыздар. Салатты пісірмейміз, жақсылап араластырып қоямыз. Салат дайын. Енді таза банкілерді стерилизациядан өткіземіз. Мен осы 2-3 минут парда ұстап алам. Содан кейін қақпақтарды 2-3 минут қайнатып аламын. Және банка ыстық кезінде салатты саламын. Салатты салған кезде салаттың үстін үлкен қасықпен басыңыздар. Ішінде ауа қалып қалмасын. Өте тез дайындалатын салат. Аз уақыт кетеді, сондықтан жасап көріңіздер. Соғы қалған кезде осы соғын жаңағы банкілерге құясыздар. Яғни қызанақтың үстіне құясыздар. Сол кезде тіпті дәмді болып шығады. Қақпағын тек үстіне ғана қоя саласыздар, жаппайсыздар. Және қазанға осындай орамал қойып, жаңағы дайын салатты банкілерді қойып, бөлме температурасында суды құясыздар. Суды видеода көрсетілгендей мөлшермен құясыздар, яғни банкының үстіне дейін кетіп қалмасын, яғни толы болмасын. 20 минут қайнатамыз. 20 минут қайнағаннан кейін банкілерді алып, қақпақтарын жабамыз. Банкының қақпақтарын жапқаннан кейін жақсылап тексеру қажет. Тексергеннен кейін банкілерді аударып, толық суығанша бір күнге үстіне орамал немесе бір көрпені жауып қоясыздар. Салат дайын, баршаңызға ас болсын.